Жұман, ассалаумағалейкум. Олысы Мамай. Найза лигасында Наби Набиевпен реваншқа жалпы қалай қарайсыз? Наби сөздің шыны керек, мен одан реванш сұрауға ешқандай хақым жоқ. Өйткені мен уақыттан бұрын аяқтап мойындаймын. Бауыр мен еркекпін да, мысалы шалбар киіп жүрмін, мен ондай жігіттердің қатарынан емес, мынауым бүйтіп қалды, мынауым бүйтіп қалды. Ұтылдым, иә. Егер 5 раундтық бір тепе-теңдік жекпе-жек көрсетсек, жақын, сол кезде мен оның қарымта кезде сұрауға болатын еді, бірақ ондай болашақта, алдағы болашақта ондай жекпе-жек мен тым қызық емес, өйткені біз Набимен қазіргі таңда жақсы араласамыз. Тек қана бір-бірімізге көмек беру мақсатында ғана болмаса, ал былай жекпе-жек мен үшін қызық емес. Тағы бір сұрағым, осы үлкен спортқа жол ауылдан бастала ма? Ауылдан болғанда үйден басталады. Жоқ, ол тағдырыңа байланысты. Мен мысалы, енді айтатын болсам, көбісі біледі, мен негізі кішкентай кезімде әнші немесе актер болғанды армандамын. Бірақ ұйықтаса мен түсіме келмеген, мен спортшы болып осындай ареналарда өнер көрсетемін деген. Сол секілді сенің тағдырыңа Аллах тағала не дайындап отқанын білмейсің, бірақ сен кез келген уақытта әр нәрсеге дайын болуың керек. Сол себепте келдім, жұмыста істедім, тачкада итердім, стройкада істедім, охранникта болып істедім, бәрін көрдім, бірақ ешқайсысы ұнамады, бірақ мен өзіме жақын нәрсе осы спорттан тапқан болатын. Сол секілді спортқа келдім, спорттан ақша табуға болатынын көрдім, семьямды бағуға болатынын көрдім. Сол секілді осы спортпен ары қарай кеткен болатын. Әрине, кілең уақытлардың бәрі әрине ол ауылдан шығып көрді. Соңғы сұрағым осы, біз бәріміз білетіндей, сіздің базаңыз қазақша күрес қой. Жалпы ойыңыз болмады ма осы қазақша күреспен бір өнер көрсетсем деген? Ондай ұсыныстар болған. Бізде өнер барысы дегендер болды. Мысалы, спортшылар да күресті, әншілер де күресті. Енді алдағы уақытта ондай ұсыныстар болатын болса, әрине мен өзімді осы қазақша күрестен шыққан түлектердің бірі ретінде сол жерде өнер көрсету ойымда бар. Көп рахмет, Жұман. Алғыс, сәттілік.